Гүлбану Балбекқызы жалғыз басты Жәмила жар іздейді. 2 бөлім. Кездесу. Арзанқол киім кисе де тап-таза, жинаққа сымдай тартылған ермек Райхан гүлін сыйлап күтіп алды. Сыпайы болғанмен сырбаз емес, қарапайымдылығы басым. Сіз бізден аспай сылып, көзінің астымен ұрлана қарап, жымыңдап қояды. Жәмила өзін оған ұнап қалғанын сезіп отыр. Әлде бір мақтаныш сезімі көңілін жайлады. Сөз арасында жұмысында өзін көре алмайтындардың көп екенін айтып қалған ермек енді сөзін тоқтата алар емес. Жұрттың бәрі оған жау сияқты. Ақылын, іскерлігін, бүкіл өмірін ғылымға бағыштаған ешкім де бағаламайды екен. Өресіздердің іс-әрекеті намысына тиіп кеше ғана жұмысын тастап кетіпті. Бүкіл кеш бойы ермектің мұңнала ренішті сөздерін тыңдаудың жалыққандай болған Жәмила айналасына қарағыштаумен болды. Асығыс шешімге келіп аттап кеткісі жоқ. Неде болса бастаған екен, енді бұл істі аяғына дейін жеткізуі тиіс. Содан кейінгі 2 апта бойы ермектің тұрмыс тіршілігімен жақын танысты. Жеке пәтері де үй иесі сияқты тым жұпыны екен. Компьютер қойылған стол, ескі, тозығы жеткен сиқырлық диван, басқа ештеңе де жоқ. Жәмила алғашында мұның бәрін соңғы кезде жолы болмай жүрген кәрі бойдақтың әрекетіне жатқызды. Негізі ермек әйелді сыйлау жағынан алдына жан салмайды екен. Құшақ гүл, қорапты конфеттер, жылы көтермелеу сөздер. Оның қай әйел жақсы көрмейді. Тіпті бірде жеңін сынпанып кешкі тамақты өзі әзірледі. Стол жасағанда балауыз шамды жағып тіпті түрлендіріп жіберді. Жәмила неге екені қайдан бірден күйеуге түйуге жүрегі дауаламай, сынау үшін 1 айдай бірге тұруға келісімін берді. Шаң тозан басқан пәтерді кісі жалдап, әктетіп сырлап, тазарттырды. Үйдің көркі шүберек деген рас па, әлде әйелдің қолы тиген соң ба бөлме жаңарып, кірсе шыққысыз боп жайнап кетті. Ермек те дән риза сияқты. Иіліп төсек жайылып жастық болуға дайын. Бірақ Жәмиланы әлде бір жайлар алаңдатқандай. Есіктес көршілерімен дүр-дараз ермек тума туыстарында жау көріп, ешкіммен араласпайды екен. Не деге деп сұрағанда ол анығын ашық айтпай, жаны тыныштықты қалайтын тілге тиек етті. Ұсақ түйектің бәрін теріп түймедейді түйедей еді бұрқылдап жүргені. Үйренсе келе ол жұмыс істеуге деген ниетінің жоқтығын да байқатты. Ғалымдық талантымды қайдағы бір кеңсе жұмысына қорқығым келмейді деп кеуде кереді екен. Өткенде Жәмиланың ас үйдегі су сүретін кранды бұрап, тазартып жөндеп жатқанда да шаршап түн ортасы ауа ертеңгі жұмысының жүйе жоспарын жасап, ұйықтамай жүргенінде немқұрайдық танытқан. Шалқалай жатқан күйі төбеге қарап, жамбасын төсектен көтергісі жоқ. Ауызбен орақ орып, әңгімелесуге шеберақ. Сөзбен аспандағы айды әперіп жерге жұмақ орнатуға даяр. Ал жанұялық өмірге үй тірлігіне икемі де жоқ сияқты. Кәрі бойдақтың өз есебінен бағып қағу, оны қайта өзгертем, жаңа жолға салам деу қиынсыз екенін Жәмила бірден түсінді. Кейде өз шаруасын имкеңімге келтіре алмай жүргенде, енді ермектің жүгін иығына қоса асу мүмкін емес екенін сезген Жәмила ойын бірден ашық айтты. Тек құрғақ, жылтыр сөзбен жанұялық өмір құруға болмайтынын, өзіне қамқор, сүйеніш шаңырақты ұстап тұратын тірек керек екенін жасырмады. Жылы төсек, жайлы алақан, әйелдің майырбан жүзі қала берді ләззатқа бөліп. Қызыққа батырар тәтті қылығы міне, осылардың бәрінен қай еркек бас тартсын. Ермек те Жәмиланы ұнатып қалған еді, енді қиғысы жоқ. Бар өнерін салып келіншекті үйіріп алмақшы болып әлекке түсті. Бірақ ішкі үйлесімділік болмаған соң, басқаның бәрі далбаса еді Жәмила үшін. Ол жүрекке әмір жүрмейді деген сөздің мәнін енді түсінгендей. Ермекті аяғаны болмаса сүймейді екен. Сүймеген адамыңмен қалған өміріңді итшілікпен өткізу азап емес пе? Жыртық көңілі жамауға келмейді. Bir жерін жалғаса, екінші жердің кем-кетігі көрініп тұратыны анық еді. Ермектің әлсіз жерін пайдаланып, кейбір адуынды, бетпақ әйелдерше теріше иіліп, бір шыбықпен айдағандай ету Жәмила үшін жат нәрсе. Мінезінде бәріне ой-санамен талдау жасай аларлық темірдей қаталдық бар. Сөйтіп, Жәмила алғашқы таныстықтың соңғы нүктесін өзі қойып, бұрынғы жалғызбасты тірлігіне қайта оралған болатын. Сол 2 арада ораз айы басталған еді. Бүгінгі күннен алар үлесім осы болса, көндім оған да дегендей Жәмила тәңіріне сеніп көппен бірге ораза ұстады.
Жұма сайын мешітке барып намаз сарынына құлақ түретін. Марқұм ата-ана алыс жақын аруақтарға садақа беріп таратты. Азды көпті күнәсі болса кешірін өтініп сиынды. Осыдан соң іші мен сырты тазарғандай, Жәмила кәдімгідей жеңілденіп қалды. Қадір түнінде көз ілмей шырақ жағып жалғыз отырды. Ананы бер, мынаны бер деп көп тілекте айтқан жоқ. Үнсіз ғана іштей, бар екенің рас болса, мені жалғыз қалдыра көрме деп жалбарынды. Әлдебір ішкі түйіспен тілегеннің қабыл алынатынын түсінгендей, сол екен-ақ мына жарқы дүниеде жер басып жүргеніне іштей шүкіршілік еткен. Күнделікті күйбеңі көп, мазасы тіршіліктің дүрмегіне шалқылаумен жүріп, беймәлім тылсым күштің барына сене бермейді-ау. Өмірде тосқауыл болып, аяқтан шалған қиындықтарды жеңіп, алға ұмтылған сайын, сен Тәңір ұсынған сынақтан өттім деп ұқ. Ол көзге көрінбесе де бейне өмір мектебіне жол сілтеп отыратын жанашыр ұстазың сияқты екені рас. Көктем де келді. Тоқтаусыз сіркіреген жаңбыр, қыстан қалған кір қоңын жуып шайып жатқандай толастар емес. Қап-қара, қою бұлт торлап түнерген аспан ылғалды ауа бойды ауырлатып, еңсені басқандай. Тұтасқан бұлттың арғы жағынан ұрлана жылжып келе жатқан күн көзі аспан әлемінен сәл ғана саңылау тауып, айналаны нұрландыра жарқ ете түсті. Оның қуатты сәулесі бұлтты дер зарада ыдыратып үлгергендей. Жайма шуақ күн көзінен тараған жылылыққа бойы үйренген тіршілік иелері екі күннің ішінде кешегі ызғарлы көктем салқынын естен шығарғандай. Жеңіл желпі киініп, қабақтары жадырап, мәре-сәре. Жерге молынан сіңген ылғалды бойларына сіңірген қара ағаш, зерек, ақ қайындар кәдімгідей бой түзеп, жасыл көйлегін киіп үлгеріпті. Ауада сезімді түртіп, оятатындай жеңілдеп бар. Наурыз тойы қарсаңында пәтерінің іші сыртын тазалап әктеп алуға Жәмила қызып кірісіп кеткен. Көмекке келген құрбысы анау-мынау қажетсіз қоқырсықты бір қорапқа толтыра салып, есіктен шығып барады. Оның осы бір өзіне деген риясыз көңіліне Жәмила дән риза. Қашанда болса осылай, құрақ ұшып, қолқабыс етіп жүрген туған сіңлісі болса, дәл осылай бола алар ма еді, кім білсін. Жәмила қағаздан ретке келдіріп, кітап сөрелерінің шаңын сүртіп тұрғанда, қолына әлде бір конверт ілікті. Жабық конверттің сыртына ештеңе де жазылмаған. Дереу отыра алып конвертті ашты. Енді есіне түсті. Бұл өткенде неге агенттігінен алған екінші танысу хаты екен ғой. Хатта жігіт есімін Ерғали деп таныстырыпты. Павлодар қаласының тұрғыны, жылқы жылы туылған, жұлдызнама белгісі Таутеке. Кезінде Алматыда АСИ-ді бітірген. Қазір тұрғын үй комитетінде жұмыс істейді екен. Ауған соғысының мүгедегі, жасы 37-те. Осыдан 10 жыл бұрынғы сәтсіз некелік одақтан кейін үйленбей қалған. Мінезі салмақты, ұяң десе де болады. Сыңар іздеген екі адамның өзара үйлесімділігі болжатса үйленгісі келеді екен. Хат жазған әйелдің онымен тұрмыс құруға ниеті болмаса, онда жай адамгершілік бағытында хат жазып сырласып тұруға қарсы еместігін ашық айтыпты. Жігіт қолымен жазылған хат жолдарына ұсақ маржандай шашылып бір қалыпты бұйралана тізілген қолтаңбасына қарап ойға қалды. Жазуына қарап мінезін жорамалдауға әуестігі бар Жәмила, қылтың-сылтыңы жоқ бір тоға, өмірге есепсіз, тура қарайтын жан болды ғой бұл жігіт деген ой түйді. Хат сырының құпиясын одан әрі белгісі келіп ынтыққан Жәмила дәл қасына құрбысы Сәнияның да келіп оқып тұрғанын байқаған емес. Ол да үнсіз хат жолдарына көз жүгіртіп тұр екен. Біреу ұрлығы үстінен түскендей ыңғайсызданған Жәмила жалма-жан хатты шиыршықтап құрбысынан жасырмақ боп әрекеттенді. Ұялған тек тұрмас демекші сасқаннан. Бұл жай нәрсе ғой деп ақталмақшы болды. Білем, жасырмай-ақ қой, тіпті бойжеткен қыздай қызарақтап қалдың ғой деді Сәния қағыта сөйлеп. Ят сияқты саған айтуға да бата алмай жазырып жүредім. Не жарасырадың ба, түсінем ғой. Өзім ғой қуыстанып жүрген, байсырап жүр деп айтама табаламай ма деп. Құрбым-ай, мен табаласам басқалар не демейді? Мен мұна сенің жардау бақытты боп кетуіңе іштей тілектеспін ғой. Кешір, сенде жанашырым сырлас құрбым болмаса, мен кімге мұңымда шығарайын, деді Жәмила құрбысын иығынан құшақтап. Рахмет саған. Бүгін маған рахмет жауған күн болды ғой.
Осымен бүгіндікке 6-шы рет рахмет айттың, деп сыққықта күлген Сәния езуін тез жиып Жәмилаға ойлана көз салды. Дегенмен абай болшы құрбым, қазір заманда адам да азған. Аферист аярлар көп. Не болды сонша, жау әкетпейді ғой мені? Олай дейтінім, мен тұратын үйдің келесі подъездіндегі Наташа деген келіншекті сен де танушы едің ғой. Ағылшын тілінің маманы. Бір емес бірнеше жерде сабақ береді және өзі өте ауқатты тұрады. Иә, бірде сенің пәтеріңде сөйлесіп, бірде көшеде кездескем. Жүзі нұрлы, әдемі келіншек. Не сол Наташамыз интернет арқылы осындай бір жігітпен сырттай танысып, білісіп жүрген. Кейін сол жігітпен кездескенде өлердей ғашық болып қалыпты. Адам ғашық болса ақылын далаға шашады деген рас па деймін. Сосын не керек, жігіт те оған кет әрі болмаған. Екеуі ара келіскен соң ол Владиславты Ресейден шақыртып алады. Ол Наташаның қолында кіріп бірге тұра бастайды. Сөйткен Наташаны жылы ұясы ыстық суы басылмай жатып, бірақ күнде тасталған болды емес пе? Бірде ол түс ауа пәтеріне келсе, есік ашық, бөлмеші айрап-жайрап жатыр екен. Алғашында ұры түскен екен деп сасқан ол бірде милиция шақыртып, көршілерінен сұрастырып әлек болады. Сонда есіктес көршісі Анна әжей, қайдағы ұры, бірге тұрған жігіттің бейтаныс екі жігітпен кетті, заттарын тауып кетті, деді. Қайда? Мен қайдан білейін, ана бір емен ағашынан оюлап жасалған шкаф сервантыңды қалай болса солай сүйреліп көтеріп бара жатыр екен. Жаным ашып, байқасаңдаршы, бұл деген көненің көзі антикварлық дүние ғой. Қайда бара жатырсыңдар деп едім. Сенің Владик күліп, біз басқа бұдан жақсы пәтерге ауысатын болдық. Қазір Наташа да келіп қалар деп жылыстап кетті, дейді Анна әже. Әне содан бері айқашу өсек әлі басылар емес. Жаңағы оңбаған жігіт Наташаның құнды жиһаздарын, гауһар таспен әшекейленген алтын бұйымдарын, сақтап жүрген долларларын сыпырып алып тайып тұрыпты. Япыр-ай, Құдай сақтасын, естімен елде көп деген. Сонымен не болды ақыры? Не болсын, алған адам мынау сенікі еді деп қайбір әкеп береді дейсің? Жігіті ұшты күйді жоқ. Қашып кеткенсің ай бар. Байғұс Наташа ту сыртына пышақ салғандай бопты ғой. Иә, оспадардың опасыздығынан жаны жараланып, қатты стресс алып, қазір орталықтағы аурухананың жүйке ауруларын емдейтін бөлімінде жатыр. Кеше кіріп халін сұрап шықтым. Қалай екен? Қайғы қара суға батырады деген рас екен. Тіпті танымай қалдым. Аппақ борықта келіншек еді. Аз күн ішінде көзі шүңкірейіп, құр сүлдері қалыпты. Ол менің дүние мүлкімді емес, ішкі жан дүниемді, жүрегімді тонап кетті ғой. Қаңырап бос қалдым. Онсыз қалай өмір сүрем деп кемсеңдеп көз жасын көл етіп отыр. Соңғы кездері бақыттан жүзі жайнап құлпырып кетіп еді. Енді міне пиғылы арамның арбауына аңырап, сағы сынған екен ғой, о бала, деді Жәмила аянышты үнмен. Солай құрбым. Адам аласы ішінде деп бекер айтылмаған. Оңбаған еркектің қақпанына түсе көрме. Мен сеземін, бұл жігіт ондай емес сияқты, дегенмен ескерткенге рахмет. Жанашырым менің, деді Жәмила Санияға ризашылық көңілмен. Екі құрбы сол түні көп нәрсені тілге тиек етіп ұзақ отырды. Әншейінде уайым қайғысыз деп есептейтін Сәнияның да өмірінің көлеңкелі тұстары бар екен. Бұл жол керісінше ол Жәмиланы айтқан кеңесін тыңдап, басын шұлғып отыр. Ақыл айтуға әркімде шебер. Жөні түзу ақылды санаңа сіңіріп өзіңді түзеуге бетбұрыс жасау, ішкі дүниеңмен үйлесімділікке болу қандай қиын шаруа. Әрі бері ақылдасқан соң қос құрбы Ерғалиға хат жолдауды ұйғарды. Міне қоңыр көйлегін жартылай киіп, жапырақ шашын сары ала түске бояп, алтын күздек келді. Мен жас қызығымен, жұмыс бабымен іс жол сапарда жүріп Жәмиланың тірлік тынысын қол өсіп қалған едім. Журналистік қыл қалам желісінің объектісі әйел тағдыры болғандықтан, оның да тағдыры мені бейтарап қалдырған емес. Ұялы жанары ақылға толы сол келіншек есіме түсіп тағы да телефон шалдым. Бұл сіз бе едіңіз, сәлеметсіз бе, деді Жәмила ақ жарқын үнмен мені даусымнан бірден танып. Я, қалайсың, жұмыс деп шалқылап жүріп кездесуге уақытта болмады. Ренжіп жатқан жоқсың ба деп ақталып жатырмын. Жоқ, түсінем ғой, тірлік кіндігі тек маған тіреліп тұрған жоқ шығар. Несіне ренжимін? Көрмей жүрсем де көңіл түкпірінде бейнең өшпек, жадымда жүрдіңіз. Қандай өзгеріс бар? Ұмытпай жүргеніңіздің өзі мен үшін үлкен нәрсе. Дер кезінде хабарластыңыз. Сәния екеуміз жұмыстан ертерек қайтпақ ойымыз бар. Сіз де келіңіз.
2 сағаттан соң Павлодар жаққа іссапармен жол жүрмекпін. Жол аяқ жасайын. Жарайды, келісті. Жігіт іздеген келіншекпен табақтас болғанға не жетсін? Келемін. Айтасыз-ау сізде. Мойындайын десем сөзіңіздің жаны бар. Бір жағы жұмыс бабымен, екінші жағы сол жігітті Ерғалиді көргім келгені рас. Бұл шындық, өзгелерге де ой тастар. Кім білсін, жаңалық та бар. Жаңалық десе елең етіп, жарға құлағы жастыққа тимейтін журналистік әдебімен сумкамды иығыма іле сала жолға шықтым. Олар келісілген жерде заңғар сауда үйінің қарсысында кафеде тапсырыс беріп күтіп отыр екен. Ұшу аз, оңаша жер. Хал-жай сұрасып дабырластық та қалдық. Мінезі салмақты, сөзінен гөрі тыңдауы басым Жәмила қол сумкасынан ұқтықтап оралған 10 шақты хатты маған ұсынды. Бейне бір көз қимас бойтұмарын маған аманаттап жатқандай мөлдірей қарады. Езуінше жұмсақ жымиыс бар, қашанғы жылдам әдетімен Сәния. Бұл Ерғалидің хаттары. Ол өзі көрінбесе де хаты арқылы Жәмиланың басын дуалап қойған сияқты деп бәрін бірден лақ еткізді. Жәмила үнсіз жымия қарайды, рас болғаны ғой. Несі бар, шын сүю, ғашық болу екінің бірінің қолынан келе бермейді. Ол талдап-талғап сыйға берілетін қасиет. Солай да шығар, мұна мен әлі күнге дейін дәл бұлай еркек үшін басымды жоғалтып көрмеппін. Бір жағынан Жәмилаға қызыға қараймын деп шынын айтты Сәния. Бақыт дегеннің не екенін білгің келсе, таңдаулыңды сүйде күй. Солай емес пе, Жәмила? Осылайша әзіл қалжыңмен уақыттың қалай тез өткенін де сезбей қалыппыз. Аэровокзалда Сәния екеуміз Жәмиланы шығарып салып, қимай қоштастық. Көңілі ала бұртып әлденеге алданған келіншекке ақжол тілеп қол бұлғадым. Талпынған қанатың талмасын, бақытың іздеп бас кешкен аяул жан. Бақ құсын қолыңа қондырып қайт. Менің ниетімді қолдап растағандай, қолымдағы хаттарда жерге сусып түсіп шашылып жатыр. Ура, шашуда шашылды той болады біздің ауылда, деді Сәния қуанышты үнмен. Айтқаныңыз келсін, періштенің құлағына шалсын. Бізге көптен бері той керек еді, деді ол мені қостап. Шашы боп шашылған хаттарды жинап жатып та Сәнияның айтқандарын тыңдаған боп тұрып та бейтаныс жігіттің бейнесін, оның Жәмиламен қатар басып келе жатқан түрін ойша көз алдыма елестетумен болдым. Сен кімсің? Жәмиланың жабырқаулы жүрек жарасына тау болар не сенің бар, Ерғали? Хаттар сыры. Жәмила, күтпеген жерден сізден хат алдым. Қайран қалдым, күңгірт көңіліме жылу енгендей күйде болдым. Өмірде жолым болсын десең, жегін шектемей, тек қиял арман жиегіне қалмай, ұмтыл әрекеттен деген қағидаға ниек сүйіп талқармандым. Осының алдында берғаны болар деп танысу агенттігіне хат жазған едім. Алматыдан шалғайда тұратын мен ешкім керексінбеді ме, хат хабар болмады. Көп күтіп бәріне қолды бірақ сілтеген едім. Жасырып қайтсам, жетім балалар үйінде өскендіктен бе, өзімдік мінезді турашыл адаммын. Сіздің хатыңыздағы жалған жоқ, қарапайым ой кестелер ойымнан дөп шығып, қолыма қалам алдым. Хатыңызды қысып тұрып, есіміңізді Жәмила, Жәмила, Жәмила деп 3 рет қайталап күбірлегенімді айтсам күлкі етпейсіз бе? Ішкі түйсік солай-ақ ұруымда қалады. Бағымсың ба, сорымсың ба, жүрегімді салқ еткізген қара көз қарындас. Сәлемнен Ерғали, Көкек, 2000 жыл. Жәмила, хатыңды алдым. Ауған соғыс туралы сұрапсың. Ескі жаранны тырнап қайтемін, ренжіме. Қан көрдім, қасіретті жастың улы ізі тарамдаған, қайғы мұңға толған жүздер естен кетпес. Үкімет тарапынан асығыс болған бұл шешім біздерді жазықсыз жандардың наласында білшеден батырды. Мен ерлік көрсеттім деп айта алмаймын. Бөтен жерге баса көктеп барып ездік таныттым емес пе? Ол мадақ тұтып мақтанарлық іс емес. Некеңіз неге сәтсіз болды депсіз? Орысша тәлім тәрбие көргендікіме, қара көз қыздарға немқұрайды қарап, орыс қызын етегінен ұстаған едім. Мұны бекер болды ма деймін. Әр елдің салты басқа демекші, алғашында лапылдап жанған сезім оты. Уақыт безбезінде лаулап, орнына жалп етіп тез сөнді. Мен ауғаннан келгенше Ресейге кетіп жатқан қандастарының бірімен төсекте төс түйістіріп, етегінде жарбасып елден жырақ кетіпті. Оның көзге күйік болмай кетіп үлгергенде дұрыс шығар, әйтпесе кім біледі. Еркек деген әйел сияқты емес қой, ондайға кешірмен қарау бізде жоқ. Жылау орнына бәрін де жұдырықпен шешеміз, біздің мықтылығымызда әлсіз жеріміз де осында. Ерғали, мамыр, 2000 жыл. Жәмила, сізден хат сәл кешіксе елеңдейтінді шығардым. Ол бәлен күні хат жіберсе, түген күні мұнда келеді деген бәрін ойша есептеп қойдым емес пе?
Көрдіңіз бе, қалай есепке шебер екенімді? Әзіл ғой. О баста мына қалған өмірімде сезім безімді не қылам? Бір жақ бүйірімді жылытар әйел болса болды деген ойым қатеме деп қалам. Енді бұдан былай төмен етектіге желі жүремес деген көңілімнің тоңдысының жазған хатыңыз жібітіп барады. Сіз дегеннен гөрі сен дегім келеді. Келесі хатта сенге көрсе көңіліңе ала көрме. Ерғали, шілде 2000 жыл. Жамиля, сен деп таңды атырам, сен деп күнді батырам. Сенесің бе? Сенші. Маған салса қазір-ақ жетіп барар едім. Асау көңілді әрең ноқталап жүрмін. Үркітіп алам ба деп қорқам. Сол себепті де алғашқы қадамды өзіңнен күтем. Не де болса. Айыпқа бұйырма. Сен саптаған әрбір сөз кіршіксіз, үркек көңілмен әр нәрсені жөнін білер салмақты ақыл байқалады. Аңдаусыз басып ақпақ болғым келмейді. Келші. Ерғали, тамыз 2000 жыл.